Бөрлі ауданы жыл санап көркейіп келе жатқан өңірлердің бірі. Соған сай ауданның жол көлік қозғалысы да артып отыр. Көктемде ерген қар суы мен жауынның салдарынан шұрық тесігі шыққан асфальт жолдың тауқыметін тартқан жергілікті тұрғындар бұл мәселені аудан басшысымен кездесулерде үнемі айтады. Нәтижесінде биыл Ақсайда ұзындығы 15 шақырым болатын 19 көшенің жолы жаңғыртылады. Толығырақ келесі сюжетте. Сан түрлі себептерге байланысты биыл Ақсай көшелерін жөндеу жұмыстары жылдағыдан жай басталды. Дегенмен атқарылып жатқан жұмыстар ауқымды. Қаланың солтүстік бөлігіндегі мына завод көшесіне мүлдем жөндеу жүргізілмеген. Биыл аудан қазынасынан 155 миллион теңге қаражат бөлініп, бұл көшеге асфальт төселіп, жарық бағандары орнатылатын болады. Алексеева көшесі де тақтайдай тегістеледі. Аталған нысанды мердігер 34 миллион теңгеге жөндеп жатыр. Жоба бойынша 250 метр жол асфальтталып, жаяу жүргіншілер жолы пайда болады. Көшеге жарық беретін бағандар да орнатылады. В прошлом году Ақсай қаласындағы 3 көше орташа жөндеуден өтіп жатыр. Оның алғашқысы Халықтар достығы көшесі. Өткен жылы басталған құрылыс биыл аяқталмақ. Жобаның жалпы құны 470 миллион теңгені құрап отыр. Жұмыстар уақытылы жүріп жатыр. Мердігер Наурыз 1, Наурыз 2 көшелерінде жөндеуде. Жобада көшелерді асфальттау, жаяу жүргінші жолдарын салу, көше жарықтарын орнату, тротуарды бойлай орындықтар қою жұмыстары қарастырылған. Шаһардағы 5-ші және 10-ші шағын аудандардың аулаларында орташа жөндеу жұмыстары жүргізіледі. 4-ші шағын ауданда гүлзар орнату жұмыстары жоспарланған. Қаланың оңтүстік бөлігіндегі 14 көшесінің күрделі жөндеу жобасы да осы жылы қолға алынады. Бұл жоба бойынша бізде мемлекеттік сатып алу басқармасы арқылы 26 мамыр күні конкурстық хабарлама берілді. 19 маусым күні конкурстық хабарламаның негізгі өтінімдер тапсыру жұмыстары аяқталып, қазіргі таңда қорытынды шығару жұмыстары жүргізілуде. Осы жылы Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында қала ауыл көшелерін жөндеу бойынша жобалау сметалық құжаттама дайындалатын болады. Тиісінше алдағы 3 жылда Пугачев, Қанай, Приурал, Жарсуат ауылдарының кіреберіс жолдары орташа жөндеуден өтіп, Бумакөл, Ақсу ауылдарының кіреберіс жолдарына күрделі жөндеу жүргізілмек. Бұл өз кезегінде өңірдегі нашар жолдардың пайыздық көрсеткішін азайтып, халықтың тұрмысын жақсартатын болады. Айым Нұрғалиев, Александр Овчинников, Талғат Мұқанов, Ақжайық арнасы.